Сәлем достар, сіздермен бірге мен Әсем. Сіздерге бүгін өте пайдалы ақпаратпен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп қойсаңыздар, алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Бүгін Телеграмнан қалай канал ашамыз, каналдың қандай пайдасы бар, сол туралы айтамын. Жалпы канал ашып қойсаңыздар, Телеграмнан оның ішіне фото суреттеріңізді салып қойсаңыздар болады. Ол Телеграмдағы фотосурет мүлде өшпейді. Галереядан өшірсеңіздер де Телеграмға кіреміз. Мына жоғары жағында домалақ плюс тұр, соның жанында қалам сияқты тұр. Соны басасыздар. Үшінші тұрған создать канал дегенді басасыздар. Енді мына көк батырманы басамыз. Создать канал. Енді название жазасыздар. Кез келген атау қойсаңыздар болады. Каналдарыңызға мен архив үшін ашып жатырмын. Сол себепті архив Әсем деп ашамын. Астына описание жазсаңыздар да болады, жазбай далее дегенді басып өтіп кете берсеңіздер де болады. Мен архив фотолар деп жаза берейін. Архив фотолар. Смайлик қойғым келіп тұр. Мына жерден жүрек смайлик қоя салайын. Далені басамыз. Бізде былай шығады. Публичная, частная деп тұр. Публичная деген бұл сіздің каналыңызды барлық адам көре алады. Ал частныйға қойсаңыз, тек қана өзіңіз ғана көре аласыз. Және ссылкаңызды басқа біреуге жіберсеңіз, сол адам ғана көре алады. Мына жерде енді далені басамыз. Келесі міндетті түрде бір адам қосуыңыз керексіз. Өзіңізге жақын деген. Мен күйеуімді қоса салайын. Далее дегенді басамыз. Болды, каналымыз ашылды. Өте оңай, 2-3 секундта ғана ашылады. Болды, фото, видеоларыңызды сала берсеңіздер болады. Кез келген сөйлем, мәтін жазсаңыз, өзіңізге керекті бір өлеңнің текстін жазып қойсаңыз да болады. Өйткені бұл каналды сіз қана көресіз. Осы жерден мен мысалы сурет салып қояйын. Мына суреттерді, мысалы, мен архивке осы каналға салып тастағым келіп тұр. Осы суреттердің барлығын осылай белгілеп аламыз. Белгілеп отправить дегенді басамыз. Отправить етеміз, мінекей салынып жатыр. Бұның бір пайдасы, сіздер бұл суреттерді галереядан өшіріп тастасаңыздар да, бұл Телеграмда тұрады. Өте пайдалы, өйткені архив болып, естелік болып тұрады. Көп жағдайда телефонымыз толып қалады, өшіруге қимаймыз. Осылайынан Телеграмнан канал ашып салып қойып, галереядан өшіре берсеңіздер болады. Енді бізде мынау загрузка жүріп жатыр, менде интернетке байланысты. Жоғары жақтан каналға кірсек, ішіне кірсек, осылайынан ашылады. Настройка каналаны бассаңыздар, каналдың настройкасын көресіздер. Удалить етсеңіздер де болады, егер керек емес болса. Мына жерде егер біреуге жіберетін болсаңыз, пригласительный ссылка дегенді басып, копировать етіп алып, басқа бір адамға жіберсеңіз болады. Кім көргенін қалайсыз, сол адамға жібересіз. Выбрать фотографию дегенді басып, каналдың обложкасына фото қойып қойсаңыз болады. Өзіңіздің фотоңызды, балдарыңыздың фотосын қойсаңыз болады. Мысалы, мына бір фотоны қоя салайын мен. Мынаны көрейік. Менде фото қойылмай тұр, өйткені менде интернет, Wi-Fi дұрыс жұмыс жасамай тұр. Бірақ сіздерде міндетті түрде қойылады. Болды, біздің каналымыз ашылды. Өте тез, өте оңай, пайдасы өте көп. Осындай қызықты, пайдалы ақпараттарды білгіңіз келсе, менің каналыма жазылып қойыңыз.